Бәріне сәлем. Өмірде барлығы адал жолмен ақша тауып, еңбекқорлықпен байып кетпейді. Кейде қалағаныңды ұрлап, байып кету ең оңай жол секілді көрінеді. Алайда барлық ұрылардың жолы бола бермейді. Тіпті кейбір ұрыларға қарағанда күлкің келеді. Назарларыңызға сондай камераға түсіп қалған ең ақымақ ұрылар. Олай болса, біз бастаймыз. Мына келе жатқан екі тонаушы үйге кіруді тездету мақсатында терезеге кірпіш лақтырамыз деп келіскен. Алайда серіктестің біреуі сәл ғана мүлт жіберіп алып, өз досының басына дәл тигізген. Мүмкін сатушыларда пистолет қаруы жоқ шығар, алайда орындық пышақты жеңе алатынын мына шотландиялық сатушы дәлелдеген сияқты. Ал ұрымыз болса, сонда да қайтпайды дейсің. Бос дүкенде нәзік жанды сатушы тұрғанына бұл ұры үлкен сенім артып келе жатқан еді. Бірақ та қаруды шығара бергенде ол түсіп қалып, сатушы қыздың қолында болатынын ол точно күтпеді. Ал осы ұры болса, өзі не ұрлағысы келетінін әлі шешпеген секілді. Бірінші бір затқа жабысты, содан кейін екінші затқа. Ақырында таңдауын ноутбукта қалдырып, оны алып қаша жөнелді. Алайда барлығы да ол ойлағандай оңай болмай шықты. Ноутбук тоққа қосылып тұрған екен. Ондайды күтпеген жігіт құлап, оны тұрам дегенше сатушы қыз жерге жыққан. Кейбір стресс кезінде адам көп нәрсені ұмытады, әсіресе мөлдір шыны әйнекті. Мысалы, мына жігіт ұрлығы үшін ұсталып қаламын деп уайымдап, қашып келе жатқанда қатты соққымен әйнекке соғылып, есінен танып қалыпты. Қылмыскерлердің өнертапқыштығы шексіз ғой шіркін. Осы жігіт автобусқа кіріп отырған әйелдің сөмкесін қалжың ретінде тартып алмақ болады да, ақырында шынымен жұлып алғысы келеді. Алайда жүргізуші жай ғана есікті жауып тастап, бейшараның қолын қысып қойған. Содан соң оны тура полиция бөлімшесіне жеткізген. Ал осы бір қызық жағдай Ресейде орын алған. Алкаш жігіттер кішкентай дүкеннен сыра жәшігін ұрлап жатқанда, солардың бірі тегіс жерде оңбай құлап, бірнеше шөлмекті жарып алған. Көшеде өтіп бара жатқан адамдар ұрыларды ұстап алғылары келді, алайда қашып үлгерген. Біраздан соң қанағаттанбаған ұрыларымыз қылмыс орнына тағы да келіп, тағы бір жәшік шөлмек алып кетпек болған. Жаңағы ұрылардың бірі дәл сол жерде тағы да сүрініп құлап, жәшіктегі барлық сыраны сындырып алған. Мына ұры болса, еш нәрсеге мән бермей терезені сындырып, ішке кіру мақсатында оны балғамен қағып тұра берген. Тіпті кассирлардың бүкіл ақшаны алып кетіп, полиция қызметкерлерін шақырып қойғанына да мән бермеген. Ақыр дегенде ішке кірді, бірақ енді ақша да жоқ, қашуға мүмкіндік те жоқ. Лондондағы банк. Тонаушы банкке кіріп, қызметкерлерге тапанша көрсетіп ақша беруді талап еткен. Алайда мұндай жағдайды алдын ала қарастырып қойған банкте арнайы батырма болған. Жұмысшы сол батырманы басқан сәтте касса арнайы қалқанмен әп-сәтте жабылып қалған. Алайда мұндайды күтпеген ұры паникаға беріліп қаша жөнелді. Есікті де жабылып қалды деп ойлап, бар күшімен есікті итере берген. Асығып және қорыққандықтан тіпті есіктегі "өзіңе қарай" деген жазуды да көрмепті. Біраздан соң ештеңеден хабары жоқ әжей асықпай ішке кіріп келгенде, тонаушы өз ақмақтығын түсініп банктен зытып тұрған. Дегенмен оны полиция қызметкерлері ақыр соңында ұстап түрмеге қамаған. Не болса да бұл ұры қашып кетеді деп уайымдамауға да болады. Ал осы ұрлық сәтті болады. Алайда бұл ұрлық неге жасалғаны тіпті түсініксіз. Қобалжыған қыз әрі-бері жүреді де байқатпай кеңсе пышағын өз сөмкесіне салып алады. Дәл төбесінен оны камера түсіріп тұрғанын байқаған да жоқ.
Ал осымен біздің бүгінге дайындаған видеомыз тәмам достар. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып қолдап кетуді ұмытпаңыздар.